Қалың жауға жалғыз шапқан мәті биді білмейтін қазақ кемде-кем. Мәті ұлы Тайланды Қаратаудың баурайын тырналап нан тауып, шатқалын аралап ет тауып, ел қатарына қосып еді. Тері киіп терсек төсеніп өскен намысқой жігіт: «Әке, менің қатарым атқа мінді. Мен қайтем? Қудалада құлан ұстап жуастан ба?» дегенде: «Балам, жұрттан талай алғыс алып ем. Сол алғысым сені жаяу тастар деймісің?» депті. Аңшы жігіт тағы аңды қуалап, таудан тасқа ырғып қарғып жүргенде, етекте кетіп бара жатқан бір керуеннің көзіне шалынады. Керуен басындағы шұбалаған көк ала атты анадайдан бұрылып келіп: «Жігітім, кім боласың?» деп сұрайды. Тайлан жөнін айтады. Сонда бейтаныс кісі атынан түсіп, оны аңшы жігітке ұсынады. Тайлан мына суретте атқа қызығып тұрса да, намыстанып, оңай келген олжадан бас тартады. Ат иесі: «Жігітім, тартынба, ал. Кісіге бақта, қасіретте осылай ойда жоқты тап болады. Бақытыңнан бас тартып тұрғаныңды жоқ, қасіреттен бас тартып тұрғаныңды қайдан білесің? Меселемді қайтарма. Жалғыз-ақ бұйым тайым. Әкеңе сәлем айта барсаң болғаны бар» дейді. Сонда жігіт: «Әкеме кім сәлем айтты деп барамын?» деп сұраған екен. Анадайда өзін тосып тұрған керуенге жаяу аяңдап бара жатқан әлгі бейтаныс кісі: «Қызыл тайынша!» деп айқайлапты.